Қоқыстан алтын жасаған қала. Бір сәт елестетіп көріңіз, 100 мыңнан аса адам қоқыстың ішінде тұрады, бірақ миллиондаған долларлық бизнес жасайды. Бұл фантастика емес, бұл Египеттегі Маншиат Насер. Каир қаласының дәл жанында орналасқан, туристерге көрсетілмейтін, картада сирек белгіленетін бір ерекше аудан бар. Оны жергілікті халық қоқыс қаласы деп атайды. Ресми атауы Маншиат Насер. Мұнда шамамен 60 мыңнан 200 мыңға дейін адам тұрады. Тұрғындардың басым бөлігі бір кәсіппен айналысады. Ол кәсіп қоқыс жинау және оны қайта өңдеу. Бұл қалада әр үй мини-зауыт секілді, ал әр отбасы бір бизнес иесі. Күн сайын таңертең мыңдаған адам Каир көшелеріне шығады. Олар үйлерден, кафелерден, қонақ үйлерден және дүкендерден қоқыс жинайды. Кейбіреуі күніне 30-40 килограмм қоқыс тасиды. Кешке бәрі Маншиат Насерге жеткізіледі. Ал енді ең қызығы басталады. Бұл жерде қоқыс автоматпен емес, қолмен сұрыпталады. Бөлек-бөлек бөлінеді. Пластик, темір, шыны, қағаз, органикалық қалдықтар, тамақ қалдықтары, бұлардың барлығы жеке-жеке сұрыпталады. Тіпті балалардың өзі пластик түрлерін ажырата алады. Бұл тәжірибе арқылы үйренген кәсіби деңгей. Ең таңғаларлық факт, Маншиат Насер тұрғындары Каир қаласында қоқыстың 80%-на дейін қайта өңдейді. Салыстыру үшін айтатын болсақ, кейбір дамыған елдерде бұл көрсеткіш 30-40% ғана құрайды. Яғни бұл аудан әлемдегі ең тиімді қайта өңдеу жүйелерінің бірі деген сөз. Орташа жұмысшылар күніне бірнеше доллар табады, ал кәсіби қайта өңдеушілер, яғни пластик, металл, картон сату арқылы айналысатын адамдар одан да жақсы пайда көреді. Мысалы, 1 тонна өңделген пластик $100 табыс әкелуі мүмкін. Сондықтан бұл қалада жұмыссыз адамдар жоққа жақын. Бұрын Маншиат Насерде органикалық қалдықтарды шошқалар жейтін еді. Яғни қоқыс мал асығы болды. Кейін бұл жүйеге тыйым салынды да, қазіргі уақытта бұл қала толық эко-жүйе сияқты жұмыс істеп жатыр. Балалар бұл жерде қоқыстың арасында өседі, ерте жұмысқа араласады, өмірдің қатал жағын ерте көреді. Бірақ соған қарамастан кейбір жастар университетке түсіп, экология, бизнес, технология салаларына кетіп жатыр. Соңғы жылдары үкімет пен ұйымдар жол салды, электр жүйелерін жақсартты, қайта өңдеу цехтарын жаңартты. Маншиат Насер біртіндеп қоқыс қаласынан ресайклинг орталығына айналып келеді. Біз қоқысты тастаймыз, ал олар қоқыстан бизнес жасап күн көруде және қоқыстан қала құрып отыр. Бұл әлемдегі ең ерекше экономикалардың бірі болып табылады. Маншиат Насер бізге бір нәрсені көрсетеді. Қоқыс біреуге проблема, біреуге мүмкіндік. Егер сен әлемдегі ең ерекше қалалар туралы және қызықты ақпараттар туралы білгің келсе, лайк басып каналға жазылып ал, және пікірге қай елді көргің келетінін және қандай ақпаратты білгің келетінін жаза кетсең болады.